Қайырлы таң, құрметті көрермен. Мен бүгін фотографпын. 21 ғасыр поэзиясының портретін қалыптастырып көреміз. Ал менің бүгінгі кейіпкерім Біржан Ахмер. Менің объективімнен көрінуге дайынсыз ғой? Әрине, дайынбыз. Кеттік, отырыңыз. Біржан, қандай өлең алып келдіңіз? Уақыт деген өлеңді алып келдім. Уақыт дегеніміз бұл метафизикалық құбылыс. Оны әлі көзбен көріп, ешкім түсіндіре алмаған. Сол себепті бұл да бір поэзия сияқты тылсым нәрсе. Мұқағали Мақатаевтың өлеңі бар ғой, уақытты тоқтатар шамаң бар ма, бәрі өтеді, дәуірлер, замандар да деген. Соған ұқсатып шығарған жоқсыз ба? Әрине, енді ол кісі біздің алдымыздағы ақын болғаннан кейін белгілі бір ұқсастықтар, белгілі бір идеялардың тоғысуы болуы мүмкін. Бірақ әр ақын өзінше бір үнімен, өзіндік бір сардымен өлең жазады деп ойлаймын. Сәл күліңіз, 21 ғасырдың поэзиясы туды ма? Жалпы поэзия дегеніміз түсінік, бұл уақытпен шектелмейтін нәрсе. 18-19 ғасырлардың шығармалары бір-біріне ұқсамайды онша, иә? Ал 21 ғасырдікі 20-шыға ұқсайды. Әрине, кез келген нәрсенің бір шарықтау шегі болады. Мысалы, поэзия мен прозаның шарықтау шегі 18-19 ғасырда болды десек болады. 20 ғасырда әсере бастады. Өйткені не? Қоғамға жаңа инновациялық мүмкіндіктер келе бастады. Сөйтіп, ақырындап поэзия сырыла бастады да, кейін жаңа бір қарқын, жаңа бір толқын пайда бола бастады. Қазіргі поэзия өлер шағында, яғни өзінің оқырманын таба алмай, дел сал күйде қалып қойған бір адам секілді. Біздің тәуелсіздік кезеңіндегі басты ұстанымымыз біріншіден экономика болды, одан кейін саясат болды. Енді ғана біз рухани құндылықтарға мән беріп отырмыз. Экономика дамымай тұрып, біз рухани байлықты айта алмаймыз. Берірек қараңыз. Өзіңіз поэзияға қандай жаңалық алып келгіңіз келеді? Адамның өз жаңалық. Мен мысалы поэзия келгеннің өз жаңалық. Жаңа бір стильді қалыптастыруға тырысамын, немесе сонда ізденісте жүретін адамдар бар еді. Бірақ та оны енді нақты бір жақсы ізденіс деп айта алмаймын. Ақынға айтарлықтай бір ізденістің қажеті жоқ, солай ма? Қажеті жоқ. Ол өз стилінің өзі қалыптасқан. Оқып бересіз бе ендеше өлеңіңізді? Уақытты тоқтатып қойып, сырлассақ қайтеді. Мұңдассақ қайтеді екеуміз ғана. Жанымнан соңда өктем жел, өтер қызғана. Уақытты тоқтатып қойып, шаттансақ қайтеді. Ақталсақ қайтеді жүрек тілінде. Айдың үстінде, немесе түнек түбінде. Уақытты тоқтатып қойып, жүздесек қайтеді, іздесек қайтеді жанның дауасын, жалғанды қойшы, жүректер салқындамасын. Уақытты тоқтатып қойып, өзіңді жоғалтпай, көңілді жасытпай, өмір сүрейікші екеуміз, асықпай. Осы соңғы шумағы маған қатты ұнады. Біз қарбалас өмірде, мынау сапырылысқан өмірде өзімізді және өзіміздің айналамыздағы басты құндылықтар жоғалтып бара жатқан сияқтымыз. Қым-қуыт тіршілікті бір сәт тоқтатып, адамдар шынайы өмір сүрейікші, бір-бірімізге деген көзқарасымызды шынайы қылайықшы деген бір кеудемде жатқан жанайқай сияқты. Өйткені айналама қарасам да, өзіме де қарасам да, өтірік күлгірсу, бір-бірін тыңдамау, бір-біріне деген мейірімдіктің жоқтығы, бір-біріміздің уақытымызды қадірлемеу, жалпы уақытты қадірлемеу деген секілді сондай бір дүниелер бар. Қазақтың поэзиясында мұң көп сияқты. Сол ұғымды біз тарылтпауымыз керек. Мұң деген бұл өте үлкен шеңберлік нәрсе. Мысалы, сіз қараңыз, тамызда, мысалы, тамызда таңертең тұрсаңыз, мынау гүлдердің бетінде, жапырағында таңғы шық мөлдіреп тұрады. Ол гүлдің мұңы. Немесе сіз түнде кетіп бара жатырсыз көшеде. Дала қап-қараңғы, әппақ қар төбеңізден түсті. Ол не? Ол аспанның мұңы. Адамның ішіндегі жалғыздығы ол мұңы. Ендеше біз ол мұң деген нәрсені бір қайғы, шер деп қарамауымыз керек. Мұң деген тәтті мұң да болуы мүмкін. Ал екінші мәселе бар. Бұл шерлену, қайғылану болмашыға жаңағы назалану деген нәрсе бар. Ол нәрсеге әрине келіспеймін. Поэзияда мұң бар, қайғы жоқ дейсіз ғой. Көп рахмет.
Сізге рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Поэзия дамы берсін, қазақ поэзиясы жасай берсін дегім келеді.